Көрек, ой жақсы көрек. Азама биткенді биттейді, битшіге баладан бейттім. Маладес. Ақжолдың тайы жақсы өтсінші деп ән жерде ұйымдастырып. Сен бұл өзімен өз жүрген бала. Ол ешкі той қалай өтсе де бәрі бірдеп тұрған бала. Мен үйге барып ұйықтасам жарайды деп тұрмын. Бірақ мен осыны несі айтам? Жанболат, сіз үйдің үлкенсіз ғой. Я бірінші тұрмыз. Сосын Ақжол, сосын Малика. Тұршы, тұршы. Мен мына бір шындықты айтайын. Ерболат әкем мен Айжан маманың екеуіміздің беттеріңізге айтайын. Ерболат аға, мен шын айтайын. Соға берсін дауылда, жауа берсін Жанболат. Кетші. Ақжол, үшеуінің дейтін бір-біріне бауырмалдықтары дейтін. Міне, сөз жоқ. Мен көзім аға. Айқай шуқайда. Аңдайын бет, екі бет тоң бет, анаң бет деп ана қашты. Тек бір 20 жылдан кейін мұрт өсеп. Мен көзіме көрген нәрсені айтып отырмын. Сосын Ерболат аға қарай, кімге ұқсайды десем, Айшадан ауылмайды. Ой, бұл өте бір бақытты отбасы екен. Енді Ақжол, мен телефон сөйлескеннен бастап сенің дауысыңа риза болдым. Бір жігіттер болады ғой, бір тойға ақылдасқан кезде. Мына әкесі мен анасының ризашылығын алған бала екені телефоннан ақ көрініп қалды. Мен оны Ақжолдың дәрежесін телефонмен сөйлескен ақтан түсіндім бар ғой. Мына бүткіл ағай туғанның көзі. Айқай шуқайда! Ой, Ақжол, сен маманың баласы сияқтысың ғой негізі. Папаны тек бұлай құшақтады ғой. Ал бұлай жаса. Демей дұрыс абай чейсің. Ешін сүрмейді. Қараңыздар. Ақжол үйленді. Ақжол үйленді. Ақжол үйленді. Ақжол, мені көрдің ғой. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Ақтордың келіндеріңізге риза болды. Мен бүйтіп айтып жатырмын ғой, Қадашаға қарайды да, менің күйеуім сондай көрдің бе? Молодец, Ақторға. Енді мен осы жерде